Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Зига кезет. Бүгін біз GTA R5 ойынын алғаш рет ойнап көретін боламыз. Мен GTA-ны ешқашан ойнап көрмегем, яғни бұрын San Andreas немесе Vice City-ларды ойнаған, бірақ осы именно GTA 5-ті немесе RP версиясын ешқашан ойнап көрмегем, сондықтан алғаш рет ойнап көретін боламыз. Мен жалпы қалай ойнау керек екен, немесе қандай бандыға кіру керек екен, немесе қандай жұмыс істеу керек екен, қалай ақша табу керек екен, қалай машина алу керек екен, үй алу керек екен, мен мүлде білмеймін. Ешқандай еш жерден көрген жоқпын, тек қалай тарту керек екенін көрдім, болдым. Тартып, бүгін бірінші рет кіріп ойнап көретін боламыз. Мен әлі ештеңе түсіне қойған жоқпын, бірақ маған бір-екі адамдардың айтқаны бойынша мына жерден задание немесе скутер ма бір нәрсе алуға болады деді. Я скутер бар екен, задание бар екен, ені басу керек екен. Так, бізде бірінші лицензия вождения право алуымыз керек екен, яғни бірінші. Так, начать дейміз. Ба? О, скутер алды. Маған да берсе, братан, скутер. О, брат, скутер. Я. Біз арданы болады бізге. $100 кеттік. Так, оталдырамыз. Так, бізге право алуға бару керек па? Право алуға қайт барамыз. Право алуға, так. Так. Наха. Достать телефон деді да. Так, сосын GPS деді ма? Сонда бірдеңе еді ғой. Міне. Дұрыс па? Так, аха. Кеттік ал, праваға тапсырып көреміз. 400 адам серверде ойнап жатыр. Я, достар, осындай майда шүйде нәрселерді біз әлі біле бермейміз. Қандай кнопканы қай жаққа басу керек екенін бірінші рет ойнап тұрмыз. Мен жалпы GTA-ны бірінші рет ойнап тұрмын. Сондықтан бұл мен үшін алғашқы ойын десек те болады. Мен GTA-ны былай прохождение дейді ғой, прохождениесін мен өткен жоқпын. Мен сразу осы RP-ны тартып, RP-ны ойнап көрейін дедім. О, жаңағы кеткен қыздың несі ғой, анау. Сәлемлеп қойып былайынан. Осы көкеме келетін жам, көкеме. Так, лицензия. Так, бізге машинаныкі керек. Правилалармен давай тексерейік. Так, орысша. Енді орысшаны бүйтіп қатты түсіне бермеймін. Бірақ жалпы енді өмірдегі правилалар ол сияқты да бар деп ойлаймын, бірақ өмірде менде право жоқ. Алып көрейік. Қалай былай дейміз, а? Аха. Опа, оталдырдық. Біз тоқта, біз ремен тақпаппыз ғой. Аха. Ремен тақтық. Ол ма? Жүре береміз, а? Нәрсе андай. Ручник дегендер тұрған жоқ па? Онда. Машина айдауы қиын ғой. Так, бұл жерде нампад 4, нампад 6 дейді. Оппана, менде нампад жоқ қой. Оны не аламыз? Оны қалай аламыз? Ойбай. Нерді стоп линия. Ох, ё-моё. Тоқтаған дұрыс болыпты. Аха. Бензин құю керек екен. Так. Сигнал. Аха. Так, сигнал, так. Қайтып береді сигнал? G? Жоқ. H? Біз фарды жақпаған екенбіз ғой. Фарды жақпаған екенбіз ғой. Ремен шешіп салды. Жоқ, ремен шешпей қойық. Ремен тағы олайық. К? Ма? Жоқ. Сигнал қандай? Біз қалай біле аламыз сигналды? Так, сигнал, так. Интернеттен қараймын және сигнал. Сигнал.
Е дейді. О. Так, список товардың ішінен бензин бізге $32. Аха, құйдық. Окей, кеттік дальше. Банан оңайлау екен машина жүргізу, бірақ мына машина бізде жаман қиналып жүр ма? Ладно, бізге басса праваны тапсыр, сосын жақсы бір қандай машина аламыз, бірақ жақсы бір қоямын. Ешкімге қарап қойық. Жақсы. Поворотниктарды білмедім, в общем. Я қайта орын алып келуіміз керек екен. Так. Ойбай, не болып кетті. Мамасының несі дейді. Жүргізушісі дейді, окей. Бізде права бар ма? Я? Сен нан бәріне барып шығуымыз керек па? 1000 теңге береді бізге. Гамбургер. Аха, біз қарнымыз ашқан екен, значит. Біздің мопедіміз міне. Аха. Енді жаңағыдай телефон. Ойбай, на музыканы, я. Ойбай, тоқта. Ладно, қақып келе жатады. Этот мен гамбургерім кән? Тоқташ. Жаңа гамбургерім қойған сияқты ма? Өтіп кеттім мен. Өтіп кетіппіз ғой. Қарамаппыз ғой. Так. Қай жерде сонда? Мына жақта бар екен магазин. Міне. Жоқ бұл. Міне магазин ол. Так. Мына жерден емес, тек сатушыға барып алатын шығар ме? Аха. Так, товары, так. О, міне гамбургер. Аха. Болды ма? Жоқ, біз темекі шекпейміз, соған қарсымыз. Так, бізге енді Бенни деген жерге баруымыз қажет екен. Так, Бенни іздеген, ол қаяқта дағы. Бенни. Міне. О. Отыр, бауырым. Кеттік. Айда. Өзің айдайсың да бірақ. Неге 3-ші сервер десеңіздер, Радмир 3. Білмеймін. Мен көрген 1-2... Ойба. Абайлашы айналайын. Мен көрген 1-2 ютубер барлығы осы серверде ойнайды екен. Шыны керек. Басқа серверлердің разницасын білмедім. Атыс болғадар ма яқта? Жіктір. Маған тек кетпесін, байқаш. Байқандар шайналайын. Өліп кетпейік. Қырылып адыр ғой. Қазақтар емес бақ қырылып атқан, бірақ бізде оружие жоқ қой. Қой ұранда. Кете берейік дәрші. Нәрсе керек сияқты. Ана жаққа көрігіміз керек қой біз. Жоқ. Сыртында ма? Не өп адыр? Кока-кола. Үйіне қайтып барадыр ғой, нервші. Мына жақта дүрген ғой. Бенни. Аха. Бұл енді яғни түсінгендей болдым. Бұл яғни банданы құруға ғой, бандының бастығы сен болуың керексің. 500 мың ақшаң болу керек екен, $500,000. Және ешқандай нарушение болмау керек екен. Және басындағы квестерді бітіру керек екен. Окей. Біз не ақып келдік онда соған бұға? Бізге картаны көрсетуге келдік па? Аха, картаны көрсетуге келдік. Не мынау енді? Мынау бандалардың не істеп алған несі ғой, сонда 3 банды бар ма бізде қазір? Мен түсінгенім бойынша, или қалай?
Комментарий жаза кетіңіздер. Или 4 банды ма? Жоқ. Бұл қайта. Аха, бұл. Мақыл түсіндім мен. Аха, бұл жерлер ешкімге керек емес жерлер ғой. Басқа жерлерде яғни. Аха, енді түсінікті. Бізде әлі қайда? Бандыға 552 теңгеміз бар. Болма, біз осы үшін келдік па? Задание орындалды ма, орындалмады ма? Орындалыпты. Священник дегенге бармай қойсақ болмай ма не? Бізге бару керек бірақ. Так, ондай белгілік картадан. Так. О. Енді сәл түсіне бастадым. Бірақ бізге мынау көлік енді сәл жарамай тұрғаны болмаса. Давай, брат, келемен скоро. Бандыммен келем, брат, бандыммен. Вау, мына машиналар қараңдаршы. Қай елдің номері мынау? Чатки екен, да, я? Кеттік, қайт. Ох, ё-моё. Қуала жүріп атып жүр ғой. Қақып кетпеңдер мен. 2 километр бар екен біздің барымыз. Братан. Ойбай. Öyle не болды mu? Өлтірді де қалды ғой. Бостан босқа. Кімдер олар? Жігіттер, мен сендерді жаттап алдым, видеоға түсіп қалдым еще. Потом келем, бандымен көреміз ғой. Хабарласамыз сол кезде скоро. Жақында жігіттер, жақында. Асықпаңдар, біз енді бастадық. Бүгін бастадық. Қазір әлі өсеміз, өнеміз. Бір әулет болып, ол сияқты үйлер құрып келеміз әлі жігіттер. Асықпаңдар, көреміз сол кезде. Төменге түсейік та. Есік бірдеңесі бар шығар төменде. Отыр екен ғой. Көкем тұр екен, көкем. Ақ сақалды, ақ киімді денелі, ақ сақалды. Так, қой, поженитсеңіз. Поженитсіз несі, кіммен? Өзімен емес шығар шлей. Қызық емес. Так, бізге енді татуға баруымыз керек екен, тату. Так, тату. Тату, қазір көреміз. Тату. Бұл жақта емес. О, мына. Қалада біреу-ақ бар ма немене? Бізге машина керек еді, негізі дұрыс ше. Жаңағыдай біреулер атып кетсе тағы да. Қашамаймыз ғой мына. Қырылдап. Или глова берме, глованың несін не істейік. Поставщик болайық. Болмаса. Парковкада қойға болмайды дейді. Братан, кіремде шығам. 10 минут па? Кіремде шығам, братан. Қалайсың, братан? Ойбай. Қойын алайын, тонауға келген жоқпыз. Ойбай, ұятсыздар. Ойбай. Бізге. Ойбай, лан, бағалар деген. Айналайын, қойын алайын. Қой. Жүктір. Біздің онда ақшамыз әлі жоқ, онда деңгейге жетпеппіз. Отыр, бауырым, кеттік. Қазақ бауырлар табу керек енді, сондықтан менімен бірге ойнайым десеңіздер, комментарий жазып, Discord серверіме маған личкаға жазсаңыздар болады, бірге ойнаймыз, дамимыз. Қызық болады деп ойлаймын. Ойбай. Біреудің вертолетін айналайын құрт жүрмейік. Сотталып кетпейік. Так, тоқта. Крет жағайық та, жұрттар шығатын жағын іздесе, біз крет жағы дейміз. Крет жағайық та мұнан. Жабық қой олар. Нақып келдім мен. Кіру керек маған. Қалай кірем мен? Басқа жағынан кірем ма? Мына жағынан кірем ма?
Мынау әкімшілік құқықты бұзып жатыр ғой ана жігіттер. Бұл жерде полиция деген жұмыс істемей сияқты дұрыс. Аха, ашық екен. Так, ойбай. Қақа барамыз? Ағайын. Біреу келе ма? Сот сияқты ма жер? Анау. Альхамдулилля. Қай жаққа барамын мен? Бұл жерде ешкім жол көрсетпейді екен да, Палаш білемін мен. Уборный екен, жоқ бізге. Уборный керек жоқ. Сен ба? Сен емес па? Біз осы жақтан келдік қой. Жоқта ешкім сөйлеп жатқан жоқ қой. Бірдей ма барлық жер? Мен қайда барамын сонда, жігіттер, айтсаңдаршы. Мына кісілер келеді екен. Ойбай, сендерді көрмей тұрмын ғой мен. Консультант дейді. Аха. Түсінікті. Бұл енді жалпы үйрету сабақтары сияқты. Кішігірім шығатын жері қақта. Аха, бізді бітті. Яғни заданиелеріміз бітті. Енді бізге $3000. Аха, стройкаға барып жұмыс істеуіміз керек дейді ғой бізге. Кеттік ал. Құм ба? Шындай зақ, ойбай, құм сияқты. Қалайсың, братжан? Сақалыңнан айналдым. Жұмыс істейік. Так, жұмыс істейік. Вау, андай. Вау, круто, стильный ғой ну. Так, мына жерге. Аха. Так, біз не істеуіміз керек сонда? Так, мына жаққа. Сен болмайды, жоқ болмайды. Біреуің жаққа. Ана екеу. Білмеймін қалай, бірақ шешіліп кетті. Келесі мына жерге барып, мынаны шеш дейді бізге. Аның жұмыстары кәдімгі жұмыс қой айналайындар. A few moments later. Бірінші болдым мен. Жаңа шалкан. Болдым айналайын. Бітетін түрі жоқ қой. Істеп жатыр. Өтіп кеткенімше. Болдым мене. Рахмет айт. Тағы жұмыс істеуім керек па мен? Сендер не қылдыңдар айналайындар? 3000 теңге табуым керек екен. Фирмаға либо доставка пиццы дейді фирма. Пицца как раз біз өз. Құсап тұрып қой сондайға. Қошынау. Ой, молодец. Құрылысшыға барымыз керек қой сондай. Аха, түсінікті. Мен ойлағаннан қиын екен, мен түсем да. Бір адаммен төбелесіп, заявление жазып ақша сындырып алам ба деген ғой. Міне. Қалайсың, братан, сен мен дағда күттірсің ба? Жауырмадың ба? Ойбай, неғып жүгіріп өтіп кете бердім. Так, жұмыс. Кеттік. Тоқта. Берсейші пиццаларын дей. Ойбай. Кән пиццалар? Мен алып кетеді екем ғой. Жоқ, тоқта. Жақта береді сияқты пиццалар. Жоқ, өздерінің. Бәсе, үй жандар. Өздерінің нелері бар екен ғой. Так. Ойбай. В смысле лицензия жоқ? Жаңа біз право алған жоқпыз ба? Түсінбедім мен. Біз скутер айдауға жоқ шығар, может, жол қысқарту деп аталды бұл. Жаңа кірет жағы ақтайды. Қақтан кірет жаңа?
ема жүгірсе қарасаңдаршы. Ема. Базар жоқ. На. Қандай пожениться? Осыған емес па пицца? Шал? Пожениться несі? Или іштегі біреуге ма? Жабық қой. Айтшы пицца саған ба, саған емес па? Мен қайтып берем? Мен қайтып берем? Кімге берем? Жүгірсін ауатым. Айналайын. Жесейіп пиццаны, неменеге заказ беріп алып, не сұмдық ол? Öyle. Мен мотоциклім. Албастылар. Не мотоциклім жоқ. Не пицца жоқ. Не ақша жоқ. Не жұмыс жоқ. Не болды мынау? Қалдық қой айлада. Ал енді достар, бүгін видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Өздеріңіз көргендей пицца жұмысы болмады. Білмеймін неге екенін. Мен әлі көп нәрсені түсіне қойған жоқпын. Бұл заданиелерді орындау міндетті ма немесе міндетті емес пе, оны да білмеймін. Сондықтан сіздердің көмектеріңіз қажет. Қолдау көрсетіп, лайк басып, одан басқа комментарийға көмектеріңіз жазып кетсеңіздер болады. Мына серверде не істеуге болады, не істеуге болмайды, қандай бандыларға кіруге болады, немесе қалай ақшаны көбірек табуға болатыны жайлы. Көп рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетеміз. Бәрі пиқылдап, шиқылдап қалады ғой осы мен видео түсіріп жатқан кезде.